Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кредит арнасы. Бүгін мен сіздерге Coca-Cola компаниясының шығу тарихы жайлы айтатын боламын. Coca-Cola бұл 1886 жылдың 8 мамырынан бері The Coca-Cola компания өндіріп келе жатқан газдалған алкогольсіз сусын. Coca-Cola 2006-2010 жылдары ең қымбат бренд болған. Компания тарихы ақш-тың Атланта штатынан бастау алған. Оны Американдық конфедерация әскерінің бұрынғы офицері, фармацевт Джон Стит Пембертон шығарған. Аңызға айналған брендтің атауын Пембертонның бухгалтері Фрэнк Робинсон ойлап тапты. Ол Coca-Cola'ның каллиграфиялық жазуын бейнеледі. Содан бері логотип түрі өзгермеген. Сусынның бастапқы рецепті мынандай. Кока жапырақтарының 3 бөлігіне тропикалық кола ағашының 1 бөлігі. Қызығы қазіргі Coca-Cola құрамында Coca-да, Cola-да жоқ. Бірақ атауында бұл сөздер бар. Басында оны жүйке шалдығуына қарсы дәрі ретінде патенті болған. Бұл дәрінің ең алғашқы сатылған жері Атлантадағы ең ірі қалалық Джекоб дәріханасы. Алғашқыда жаңа өнімді күніне 9 адамнан ғана алып отырған. Сауда-саттықтың бірінші жылы түскен түсім $50 болды. Ал сол жылы бұл сусынды жасауға $70 жұмсалды. Яғни бизнес пайда әкелмеді. Бірақ уақыт өте келе Coca-Cola'ның танымалдылығымен бірге табыс та арта түсті. 1888 жылы Джон Стит Пембертон өз сусынын шығару құқығын сатты. Ал 1892 жылы бизнесмен Аса Григс Кендлер осы құқықты $2300 сатып алып, әлі күнге дейін қызметін жалғастырып жатқан The Coca-Cola Company'дің негізін қалады. Coca-Cola компаниясының дамуы. 1902 жылы $120,000 айналыммен Coca-Cola Америкадағы ең танымал сусынға айналды. 1890 жылдардың аяғында қоғам кокаинге қарсы шықты. 1903 жылы Coca-Cola жаңа рецептке көшті. Олар бұрынғыша кока жапырақтарының пайдаланды. Бірақ оның құрамынан кокаин алынып тасталды. 1919 жылы компанияның иесі ауысады. Атлантадан шыққан банкир Эрнест Вудроф компания қожасы атанды. Ол компанияны $25 миллион сатып алды. 4 жылдан соң компания басшылығына Эрнест Вудрофтың ұлы келді. Роберт Вудроф компания даму тарихында аңыз адамға айналды. Ол компанияға 60 жыл жетекшілік етті. Осы кісінің арқасында Coca-Cola қазіргі дүниежүзілік танымалдылыққа ие болып отыр. Айта кететін жайт, 1894 жылдан бастап Coca-Cola'ны бөтелкелерде сатқан, ал 1955 жылдан бастап банкілерде өткізетін болған. 1915 жылы дизайнер Эрл Дин бөтелкенің унциялық жаңа дизайн жасайды. Осыдан кейінгі жылдарда жаңа үлгідегі 6 миллиард бөтелке шығарылды. 1955 жылы сатылымға 10, 12 және 26 унция көлеміндегі бөтелкелер шықты. 1982 жылы диет коке пайда болды. 1988 жылы Coca-Cola ксро нарығына келді. Бүгінгі таңда Coca-Cola'ның басты қарсыласы Pepsi-Cola компаниясы. Coca-Cola'ның жасалу жолы. Coca-Cola дәмдеуіштерінің нақты формуласы қарапайым тұтынушыларға белгісіз. Себебі бұл коммерциялық құпия. Формуланың түп нұсқасы Атлантадағы Сантрац банкінде сақтаулы. Бір аңызға сүйенсек, формула компанияның 2 басшысы үшін ғана қол жетімді. Оның өзінде әрқайсы тек бір жартысын көре алады. 2009 жылы түрік билігі мен әулие Николай қоры өнімінің азық қоспаларының құрамында ұрғашы жәндіктерден алынатын кармин бояғышының болуына қатысты сот ісін қозғады. Бұдан жанжал шығады, себебі кей діндер, индуизм, ислам тағам ішінде жәндіктердің пайдалануына тыйым салады. Бірақ кейінірек Coca-Cola'ның ресми сайтында сусын құрамында карминнің бар екендігі жоққа шығарылатын ақпарат жарияланды. Coca-Cola'ның денсаулыққа әсері. Coca-Cola'ның ағзаға кері әсер тигізетіндігі ресми расталған жоқ. Оны тек адам ішек-қарын жолдарының ауруларына шалдыққанда, асқынған және созылмалы гастрит кезінде, асқазан мен ұлтабар жарасы болғанда, ұйқы безінің ауруларында, өт айдаушы жолдар бұзылғанда және өзге патологиялық процестер кезінде ішпеген жөн. Сусамырмен ауыратындар Coca-Cola'дан бас тартуы тиіс. Себебі оның құрамында қант бар.
Бұған қоса ағзада орта фосфор қышқылының тым көп болуы кейде кальций тапшылығын және несеп тасының ауруларын тудыруы мүмкін. Кока-кола туралы қызықты мағлұмат. Кока-кола татты, шайнектегі қаспақты, унитаздағы кірді оп-оңай жояды. Егер төмен калориялы Кока-кола бөтелкесінің ішіне ментос томалағын салсаңыз, ол фонтан атады. Кока-кола Олимпия ойындарына ең ұзақ мерзім 1928 жылдан бастап демеушілік көрсетіп келе жатқан компания. 1931 жылы компанияның тапсырысы бойынша швед суретшісі Хеддон Сандблом Санта-Клаусты алқызыл жүзді, қалың сұр сақалды көңілді қарт түріне бейнелейді. Бұған дейін бұл персонаж жайнақы қарт эльф ретінде қабылданған еді. Осылайша жаңа Санта Рождество және жаңа жыл мерекесінің танымал әрі сүйікті символына айналды. Сонау 1904 жылы Кока-коланың алғашқы жарнамалық тақтайшасы салынған. Сол тақтайша әлі күнге дейін Картерсвилл қаласындағы Джорджияда өз орнында тұр. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған $KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.